Мал шаруашылығы ең күшті дамыған әлемдегі топ 10 мемлекет. 10-шы орын Франция. Сиыр еті мен сүт өнімдерінің еуропалық эталоны. Терең селекция, кооперативтер және сапа жүйелері. 9-шы орын Эфиопия. Африкадағы ең ірі табындардың бірі. Негіз дәстүрлі жайылым және ішкі нарықта ет пен сүтке тұрақты сұраныс. 8-ші орын Пәкістан. Буфало сүті бойынша әлем көшбасшыларының бірі. Қала маңы фермалары мен ұсақ шаруашылықтар сүт индустриясын сүйреп тұр. 7-ші орын Жаңа Зеландия. Дүниежүзілік сүт экспортының жүрегі. Тиімді жайылымдық жүйе, кооперативтік модель және жоғары сапалы ірімшік сары май. 6-шы орын Аргентина. Пампа атақты сиыр еті бренді. Жайылымдық бордақылау, мәрмәрлі ет және экспорттық бедел. 5-ші орын Австралия. Ірі қара мен қой шаруашылығында алпауыт, жүн, тірі мал экспорты және ұзақ қуаңшылыққа бейімделген менеджмент. 4-ші орын Америка құрама штаттары. Ет, құс, сүт барлығы өнеркәсіптік ауқымда. Фидлот жүйесі, құрама жем, генетика және салалық интеграция жоғары. Енді үздік үштікке көшейік. 3-ші орын Қытай. Әлемдегі ең ірі шошқа шаруашылығы. Құс еті, жұмыртқа және сүт өндірісі де қарқынды дамып келеді. 2-ші орын Бразилия. Сиыр еті экспортының көшбасшысы. Жайылымы кен, генетикалық селекция және экспорттық логистикасы күшті. Ауыл шаруашылығы туралы қызықты деректерді білу үшін Агромен парақшасына жазыла кетіңіз. 1-ші орын Үндістан. Әлемдегі ең үлкен ірі қара мен буфало табындары. Сүт өндірісінің алпауыты, ішкі тұтыну өте жоғары.